Мен талапкер Нұрлан Ерхан. Әскери саласына деген қызығушылығым кішкентай кезден бастап қызығып келемін. Және де өсе келе 10 сыныптан бастап мамандық таңдауға қажет болды. Және де өзім әскери саласында жұмыс жасағым келгендіктен Ақтөбе қаласындағы Әуе қорғаныс күштері институтын таңдаған болатынмын. Және де бұл институтта мен 4 мамандық ішінде өзіме жаныма жақын әскери медицина мамандығын таңдаған болатынмын. Және де бұл мамандықтың ерекшелігі мен үшін адамдарды мұқтаж жандарға көмектесу болды. Екінші жағынан өз отанымды қорғау және әскери адам болғым келді. Мен қатардағы жауынгер Хамидоллин Жанай Берікұлы Қостанай облысы Амангелді ауданында дүниеге келдім. Әскери қызметімді Астана қаласында Ұлттық қорғаныс университетінде бітірдім. Әскери бөлім командирі менің үздік екенімді көріп, Срочник 2.0 атты бағдарламасына қосты. Мен қазіргі таңда Ақтөбе қаласында әскери әуе қорғаныс күштерінің институтына түстім. Әскери медицина жағына. Мен Жұматова Анар Алтынбекқызы, осы Ақтөбе қаласының өзіненмін, жергіліктімін. Ақтөбе қаласындағы осы летный училищеге түсудегі ең басты мақсатым ол менің медицина қызметкері болып, өз ұлтыма, өз еліме деген адал қызмет ету. Және жай ғана әскери емес, медицинаға әскери саланы таңдаудағы ең басты мақсатым ол менің адамдарға, өзімнің қоғамыма, еліме көмектесу болатын. Осы жерге келуді жөн көрдім, себебі бұл менің салам, бұл менің болашағым. Және келешек ұрпаққа, менен кейінгі жастарға осы жерге келуге өзімнің кеңесімді беремін. Себебі жай ғана медицина емес, әскери медицина қызмет ету бұл әрбір адамға берілмейтін мүмкіндік, және осы мүмкіндікті дұрыс жағынан пайдалануды барлығыңызға кеңес беремін.